Әңгіме әлеміне хош келдіңіздер. Арнама тіркеліп, ой-пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Кедейлер үшін күрес. Екеуі осы қышлақта көктемге дейін аялдады. Бұл жақта көктем ерте түсіп, күн тез жылынады. Хамал туа Ташкенге аттанды. 5 күннен соң Алмалық жанындағы Қорғансайға жетті. Бұл жердегі баяғы саудагер Татарбайдың қыстағы бәс қалпы. Үлкен қора маңында малдар мыңғырып жүр. Қызылдар Татарбай саудагерден қалған малдарына тиіспеген бе? Жаңа өкіметтің бай манаптарды құртады деген қайда, деді Жолдыбай. Кім біледі, солай дегенмен қызылдар да осындайлардың арқасында күн көріп жүр білем. Әлден кейін Алмалыққа маңдай тіреді. Бір кішкене сайдағы долана ағашы түбінде мылтықтары мен жарылғыш тастарын тығып, нагандарын шапан астына жасырды. Қошымбай прокурор болмаса, өздерін аңдыған басқа дұшпандардың бәрі о дүниелік екенін білетін екеуі кеш бата шаһарға жетті. Бірден ойықтастағы үңгірлеріне барды. Сол жерде бір түнеп, ертеңіне көшеге шықты. Хузрат қышлағында бірде-бір рет қырынбаған екеуінің сақалдары тәжіктердікі секілді қауғадай боп өскен. Жалпы сақалдарын 1 жылдан бері алған жоқ. Ташкенге келуді ойлағандарында да әдейі өсіре түскен. Бұл өздерін көлденең көз танымау үшін ойлаған амалдарының бірі еді. Шаһар баяғыдай лас емес, жинақлана түскен. Әр жерде жаңа өкіметтің түрлі кеңселері көп. Көшелерде қызыл сарбаздар қаптап жүр. Солардан қаймыға ма, жұрт бір түрлі үрейлі сияқты. Алайда шаһар халқының тұрмысы бұрынғыдай. Базарлар қызып жатыр. Ондай жерлерде қызыл сарбаздар жоқ. Адам көп жиналатын жерлерді қызыл әскердің милиса деп аталатын бір бөлігі бақылауға алған. Ал олардың сандары онша көп емес сияқты. Жетім балалар мен қаңғыбас жастарды оқытып, тәрбие беретін мектептер көбейіпті. Оған қарамастан, көше-көшеде қайыршылық жасап, немесе ұрлықпен күн көретін қаңғыбастар жетіп артылады. Далалы жерлерде болмаса, шаһар ішінде байлар мен саудагерлердің күндері бітіпті. Бұрынғы небір байлардың зәулім үйлері өкімет есебіне өтіп, мектеп, жатақхана, ауруларды емдейтін орындарға айналыпты. Бұрынғы уақыттарда сондай байларды тонап, күн көруге болатын еді. Енді ондайлар жоқ. 2 күн бойы шаһарды жаяу аралаған Қараман мен Жолдыбай не ақша алатын, не тамақ сататын ешкімді таба алмай, әбден қиналды. 3-ші күні базарға бір аттарын апарып сатты. Сол ақшаға тұратын жай тауып, біраз күнелтті. Одан соң 2-шісін сатты. Жастайларынан үйде құры жатып дағдыланбағандықтан, іштері пысып, не істерлерін білмей абыржыды. Күні бойғы ермектері көше аралау. Көшелерде бұрынғы бірнеше таныстарын кездестірді. Олар бұларды танымады. Сыр шашуға бұлар да құлықты бола қоймады. Бір күні Қонышбай прокурордың бар жоғын анықтауға кірісті. Ақыры, оның жақында ғана Самарқанға ауысып кеткенін естіді. Илхам сотталып кетіпті. Сөйтіп жүргендерінде бірде вокзал алдындағы үлкен жазуға көздері түсті. Жазудағы сөздерді ежіктеп оқыды. Қызыл әскер гарнизоны өз сапына жастары 30-ға дейінгі жігіттерді сарбаздыққа қабылдайды екен. Жазудың астына гарнизонның мекен жайы бар. Сол мекен жайға келсе, гарнизон дегені баяғы Тәліпбай саудагердің үйі екен. Үйде, атқорада, қоршау дуалда еш өзгеріссіз. Өзгергені адамдар ғана. Қызыл әскер киімдерін киген қырғын жастар кең аулада жаттығу жасап жүр. Бір командир бұйрық беріп, сарбаздарға жекіп тұр. Не керек сендерге? Кімге келдіңдер? Деді ол. Сарбаз сапына жазылуға келдік, деді Қараман. Анау үйге кіріңдер. Сонда мектеп, гарнизон бастығы бар. Соған жолығыңдар. Тау-таста, болмаса далада өскен жабайылар сияқты. Сақалдарын қараңдар. Осы түрлерімен
Қызыл сарбаз боламыз дейді ғой, деді әлгі командир жанындағыларға. Ол сөзін қарамандар естпейді деп айтты сірә, бірақ екеуі оған тіл қатпай үйге кірді. Ауызғы бөлмедегі үстел басында екі әскери отыр. Жөн сұраған олар екеуін төргі бөлмеге кіргізді. Бұл да таныс бөлме. Тәліпбайдың қонақ күтетін бөлмесі. Бөлме ішінде ұзын үстел қойылыпты. Бас жағындағы кісі бірдеңе жазып, басын төмен салып отыр. Бастап кірген лейтенант оған келуінің мәнісін баяндады. Анау басын көтеріп, «Кімдейсің келгендер? Қызыл әскер болуға ынтық жастар ма? О, жарайсыңдар», деп сөйлеген ол, Қараман мен Жолдыбайды көргенде көзі атыздай болды. Ой, бұлар басмашылар ғой, ұстаңдар дереу екеуін. Бұл екеуі де оны бірден таныды. Анада Хузрат ауылындағы Қараман Мамашевті атқанда Жолдыбай кезенген пулеметтен сескеніп, сарбаздарын әкеткен отряд бастығы Алханов еді бұл. Ұстаңдар деп тағы ақырды ол. Ах, иттер, оп-оңай қолға түстіңдер ме? Ішке ауызғы бөлмедегі екінші лейтенант та жүгіріп кірді. Ол келе сап Жолдыбайдың қолын қайырды. Екіншісі Қараманға жабысты. Қараман еңкейіп тұрып, ішінен баспен бір қойды да, беліндегі жасырған наганын суырып алды. Ажалдарыңа асықпаңдар, біреуің тапжылмаңдар. Ей, жібер досымды. Жолдыбай бәрін қарусыздандыр. Ол демде үшеуінің де нагандарын алып қойды. Осы жолы тірі қалмаспын деп ойлады ма Алханов? Жарайды, кете беріңдер. Біз сендерге тиіспейміз, деді қалш-қалш етіп. Әлбетте кетеміз, бірақ сен бізбен бірге жүресің. Ешкім бізге оқ атпауы үшін қақпадан бірге шығамыз, деп Қараман Алхановтың жағасынан алды да екі лейтенантқа бұрылды. Егер сендер қастандық ойлайтын болсаңдар, командирлеріңмен қош айтысасыңдар. Бірақ бір нәрсені біліңдер. Біз сарбаз болғымыз келіп, шын ниетпен келіп едік. Жолымыз болмады. Ей, жүр алдымда. Ескі таныстарыңды шығарып сал. Алхановты алдына салған Қараман наганын оның бүйіріне тақап сыртқа шықты. Со бойда қақпадан өтті. Гарнизоннан әудем жер ұзағасын Алхановты жіберді. Саған ештеңе айтпаймын. Кері бұрыл да жұмысыңа кет. Егер келесі жолы осылай істесең, маңдайыңа оқ қадаймын, қорқақ неме. Алханов артына қарай жүгіре басып, гарнизонды бетке алды. Орта жолға жеткенде, гарнизон қақпасынан бір топ қарулы қызыл сарбаздар шыға келді. Алханов айқайға басты. Атыңдар, тірі жібермеңдер жауыздарды. Қараман мен Жолдыбай жандарындағы бір үйдің дуалынан асып түсті. Арғы жағындағы үй ауласы тар екен. Ауладан өтіп, пәстам үстімен ары секіріп кетпек болғандарында арттарынан тасырлатып мылтық атылды. Жата-жата кеткен екеуі жылжып, жаңағы дуал төбіне келді. Қараман басын көтеріп қараса, қызыл сарбаздар көшенің екі жақ бетін қоршап алуға ұмтылып, жүгіріп барады екен. Иттер, жан жағымызды қоршап алды. Қап, мезгіл түн болғанда ғой, құтылып кетер едік. Кешке дейін атыса беруге оғымызда жетпейді, деп күрсінді Жолдыбай. Сен не ойлап отырсың? Атыса бергеннен пайда жоқ. Қызылдар көп. Оның үстіне өрімдей жас жігіттерді атуға аяп отырмын. Анау Алханов қорқақтың өзі бетпе-бет атысуға шықпайды. Сол үшін былай келісейік. Сен бірдеңе етіп құтылуға тырыс. Қолға мен ақ түсейін. Әйтпесе екеуміз бірдей ажал табамыз. Болмаса бірдей күйіп кетеміз. О, не дегенің Қараман? Өлсем де, қолға түссем де сенімен біргемін. Айтысып жататын уақыт жоқ. Мен сарбаздарды алаңдата тұрайын. Қалайда құтыл Жолдыбай. Көзіңді шақшитпай тыңда айтқанымды. Екеуі дос болғалы бері Қараман оған бұлай ақырмаған еді. Жолдыбай амалы таусылғандай жауап айтпай басын төмен салды. Қараман оның иығынан бір ұрды да дуалдан шапшаң секіріп, көшедегі сарбаздарға қарата бір-екі рет оқ атып,
арғы бір үйдің қақпасы түбіндегі арыққа жата кетті. Қызыл әскерлер оған оқ жаудырды. Жолдыбай тұра сап, дуал түбімен еңкейіп, көше басындағы топталған сарбаздарға жақындады. Сарбаздар Жолдыбай келіп тұрған тұсқа назар аудармай, арықтағы Қараманды көздеп атып жатыр. Атпаңдар, атпаңдар деген бұйрық естілді арғы бастан. Екеуін де тірідей қолға түсіріңдер. Бұйрық бергеннің Алханов екенін Жолдыбай бірден білді. Білді де, неге екені белгісіз, өз-өзін игеруден қалып, дуал түбінен атып тұрды. Кім? Кім бізді тірідей қолға түсірмекші? Біз опасыздарға, қорқақтарға еш қашанда тірідей қолға түспейміз, деп сарбаздардың 2-3-еуін атып құлатты. Бірақ өзі тура шекесінен тиген оқтан шалқасынан түсті. Арықтан басын көтеріп, Жолдыбайдың құлағанын көрген Қараман да жатқан жерінен атып шықты. Наганын алға созған күйі тоқтамай атып, сарбаздарға жүгірді. Алайда 4-5 оқ шығарғанда наганның үні өшті. Осы таусылған наганды лақтырып тастап, айғайлап жүгіруін тоқтатпады. Ұстаңдар енді, деп бұйырды Алханов. Қараманға бірден 10 шақты сарбаз жабылды. Бойын билеген ашудан 10 шақтысына біраз уақыт бой бермеген Қараманды көп адам қояма. Ақыры жерге атып ұрды. Қол аяқтарына лезде кісен салынды. Жақындап келген Алханов өктем сөйледі. Ақыры қолға түстің бе, қарақшы? Қызыл сарбаздар жауын еш қашан құтқармайды. Қане, апарыңдар абақтыға. Мен тергеушіге рапорт жазамын. Жазғанда бұл қарақшы сөзсіз атылуға кететіндей етіп жазамын. 3-4 сарбаз Жолдыбайды сүйреп әкелді де, Алхановтың аяқ астына сылқ еткізіп тастай салды. Жазғанның оқ тура қастарының арасына тиіпті. Жарақат орны қара ноқаттай ғана, қан да аз ағыпты. Жолдас капитан, мынаның өлігін не істейміз? Оштан молаға апарып көме салыңдар. Қараман оны көріп, естен танардай күй кешті. Ең жақын досынан айырылған ол, қатты тістеніп, «Бақыл бол, бауырым, кешір мені», деді көбірлеп. Басқадай амалы жоқты. Қараман 1 ай тергеуде жатты. Жолдыбай досының өлгенінен кейін оған өмір мәнсіз көрініп кеткендей еді. Осының әсерінен тергеушінің алдында еш болмаса бір ретте өзін ақтайтын сөз айтпады. Оның қойған барлық айыптарын мақұлдай берді. Содан кейін сот болды. Сот бірден мұны ату жазасына кесті. Үкімді оқыған көзілдірікті сот, Азамат Жолшиев, соңғы тілегіңізді айтыңыз, деді. Соңғы тілек дейсіз бе? Айтайын. Атылатын күні мені көшемен алып жүрмей, ешкімге көрсетпей түнде атыңыздар. Кеңес өкіметі ататын адамды көшемен алып жүрмейді. Ол жағын уайымдамай-ақ қойыңыз. Соттың соңғы сөзі осы болды. Сол күні милициялар Қараманды жеке камераға әкеп қамады. Содан бері сәт сайын, сағат сайын жан алушы жендетті күтіп жатқанына 2 күн болды. Темір есіктегі кішкене сырғымалы тесік шақылдап ашылған сайын, одан өзіне кезенген мылтық ұңғысын күтеді. Бірақ ұңғы орнына милициялар тамаға келеді. Тамақ болғанда қандай? Өлетін адам аш кетпесін дей ме? Әйтеуір 3 мезгіл беретін тамақтары молақ. Әр келген сайын тамақ тасушы милиция, енді қандай ауқат әкелейік, деп сұрайды. Өлімнен сескенбейтін Қараман ашқарақ емес. Пәлен ауқат әкел, деп айтпады. 3-ші күні түнде 2 сарбаз камерадан шығарды. Абақты алдында мылтық асынған 7-8 сарбаз тұр. Қатырма жағалы шенді сарбаз Қараманның қолындағы кісенді тексерді. Сосын арбаға отырғызды да байлап қойды. Бір сарбаз божыға отырып, қалғандары арба соңына ерді. Арба жарты сағаттай жүріп, шаһар шетіне ілікті. Елсіз даламен тағы біраз жүрген соң тоқтап, Қараманды арбадан түсірді. Арбадағы күректерді 2 сарбаз алып, жер қазуға кірісті. Менің көрімді қазып жатыр деген ой
келді Қараманға. Екі сарбаз шұңқырды тізеге дейін қазды. Содан кейін бағанағы шенді сарбаз Қараманның қолындағы кісенді шешті. Бұл кезде 5 сарбаз 10 шақты қадам жерде мылтықтарын алға созып қатарласып тұрғанды. Шенді сарбаз Қараманды шұңқыр жиегіне қойып, аналарға дайындалыңдар деп бұйрық берді. Өзі шетке ысырылды. Дәл осы мезетте әлде қайдан мылтық даусы гүрс етті. Артынша екіншісі атылды. Одан соң гүрсілдеген дауыс үдей түсті. Қараманды атуға дайындалған сарбаздар бірінен соң бірі сұлап жатты. Шенді сарбаз жата қалды. Қараманның ойына қашу керек деген ой келді де, шұңқырдан секіріп өтіп, қараңғылыққа батып, жүгіре жөнелді. Ал мылтық дауысы тоқтайтын емес. Атып жатқан кімдер екенін ойлауға да мұршасы жоқ ол жүгіре берді. Әр мылтық дауысы шыққан сайын өзіне бір оқ тиетіндей сезінгенімен дін аман күйінде жаңағы жерден ұзап кетті. Ұзақ жүгіріп бір кезде тоқтады. Жан жағына көз тастады. Көктемнің бұлтты түнінің қараңғылығы соншалық ештеңе аңғара алмады. Әлден соң ентігін басып, айналаға құлақ түрді. Атылған мылтық дауыстары да, айқайлаған сарбаздардың үндері де жым-жылас. Төңірек тып-тыныш. Белуардан келетін көк өскін шөп арасына отыра қалып, әлгіндегі оқиға жайында ойлады. Ойпырау, кім атты қызыл сарбаздарды? Маған болысқан біреулер ме? Әлде қызылдарға қастасып жүрген бандылар ма? Әйтеуір кімдер болса да осы жолы солардың арқасында кезекті өлімнен құтылдым-ау. Ой, құтылдым деймін-ау, мынау қай жер, қай тұс, қай жер болса да шаһардан алыс емес маң. Ендеше кез келген уақытта қызыл сарбаздар артымнан қуып келуі кәдік. Осылай отырғанда жақын маңнан біреулердің сөйлескен дауыстары естілді. Дауыс иелері тура бұл отырған жерге беттеп келеді. Бірте-бірте үндері де анық естіле бастады. Алғашында оларды өзінің соңына түскен қызылдар деп ойлаған. Бірақ сөздеріне қарағанда олар қызылдар емес сияқты. Осылай қарай қашқанын байқадым. Жаяу алысқа ұзай қойған жоқ шығар. Құдай біледі. Ол осы маңдағы шөптің арасына тығылды, деді біреуі. Олардың өзі жайында сөйлескенін Қараман бірден ұқты. Әйтсе де, кімдер екеніне көзін жеткізбей тұрып, дыбыс шығармауды жөн көрді. Аналар әлі сөйлесіп келеді. Мен оның орнында болсам, ажалдан құтқарғандарыңызға мыңда бір рахмет, көкетайлар, деп атып шығар едім. Ал ол иттің баласы бізден тығылып жатыр. Оның тығылып жатқанын қайдан білесің? Мүмкін бұрылып шаһарға кеткен болар. Жә, біз оны сабылып іздеп жүрміз. Екі туып бір қалғанымыз беді ол. Ең бастысы, өзіміз өлтіруді пайлап жүрген Әзиз хан сұмды бар сарбазымен қоса жер жастандырдық. Енді жөнімізге кете берейік те, деді екінші біреуі. Маған әлгі қашып кеткен адамның не үшін атылуға кесілгенін білу қызық болып тұр. Бәлкім, ол біз сияқты қарақшы шығар. Сондай болса, өзімізбен бірге ала кетпейміз бе? Осы кісінің дауысы Қараманға таныс сияқты. Анау сөзін жалғастырып тағы сөйлеп жатты. Оған құлағын қанша тосса да, ол дауыстың кімдікі екенін анықтай алмады. Бірақ, іздеп жүргендердің өзіне жау емес екенін сөздерінен ұққан бұл, шөп арасынан көтеріліп, дыбыс берді. Ей, бауырлар, іздеп жүргендеріңіз мен емеспін бе? Ой, қайдасың сен? Әне, анау тұр екен ғой, қарауытып. Әй, сен бедің жаңа қызылдар ата жаздаған? Бері жақында. Айт, кім екеніңді? Өздеріңіз кімсіздер? Кім екенімізді не қыласың? Сені ажалдан аман алып қалдық қой. Осыдан ақ білмейсің бе, саған жанашыр екенімізді? Жақында бері. Әйтпесе бұл көкеңнің ашуы жаман. Өзіңді қызылдардың оғынан құтқарғанымен өзінің оғынан құтқармайды. Қараңғыда жүзіңізді байқамай тұрмын, ал даусыңыз маған өте таныс, деп Қараман 10 шақты аттыларға жақындады. Мені бұл өңірде танымайтындар аз.
өзің кімсің? Қараман өз атын және не үшін ату жазасына кесілгенін айтты. Ғайыптан пайда болып, қызылдарды қырып салған сіздердің кімдер екендеріңізді білмей тұрғаным. Біз қызыл иттердің азу тістеріне іліккендерді құтқарып жүретін қаһармандармыз. Ал енді айт, бізге ілескің келе ме? Деді әлгі даусы таныс кісі. Артынша Қараманның ендігі тағдыры өзінің қолында тұрғандай тағы сөйлеп кетті. Ілеспегенде қайда барам дейсің? Қызылдар жау саған. Бұл төңіректе еркін жүре алмайсың. Қарабай, мінгестір атыңа. Ей бала, мінгес анау кісіге. Зар мұңың болса, кейін айтарсың. Бәрібір бізден артық дос таппайсың. Сіздің атыңыз кім? Оны не қылайын деп едің? Иә, бірақ оны білуің де керек екен ғой. Атым Еламан. Состиып тұрмай, мінгес Қарабайға. Қорықпа, қызылдар сияқты атуға апармаймыз. Шынында, Еламан айтпақшы, мұның қазірше бұларға үлесуден басқа амалы жоқты. Не болса да, пешенемнен көремін деген оймен, ол көрсеткен кісінің атына зып етіп мінгесті. Еламан тобы аттарына қамшы басып, жорта жөнелді. Аттылар кімдер? Мені қайда апарады? Деген сұрақ Қараманды мазаламады да. Көңілінде мені осымен 5-ші рет шын өлімнің қаупінен құтқарған оққағар періштем барау сірә деген ой тұрды. Бейтаныс аттылар ұзақ жүрді. Қай бағытқа жүргендерін Қараман болжай алмады. Жолай ләм десіп үн қатпаған олар бір уақытта қалың қамыс ішіне кірді. Сәл жүргесін бір алаңқайға келді. Алаңқайдың бір шеті биік жар тәрізді. Бірінші болып жерге түскен Еламан бір серігіне аттарды шідерлеуді тапсырды да Қараманды ертіп жар түбіне беттеді. Жар түбінде аузы киізбен жабылған үңгір бар екен. Үңгір іші даладан да қараңғы. Біреулердің қорылы естіледі. Еламан сіріңке тұтатып, дуалға ілінген шырақты тұтатты. Жерге төселген қалың қамыстың үстінде 3 адам ұйықтап жатыр екен. Шырақ жанғанда біреуі басын көтерді. Еламан, қойбағар, сендерсіңдер ме? Иә, біз. Алаңдамай жата бер. Тағы біреуді алып келдік. Жақсы сарбас шығатын жігіт сияқты. Жә, ертең күндіз айтармын қалғанын, деп Еламан әлгінің жанына жата кетті. Басқалар да әр жерге қисайды. Еламан ортада тұрған Қараманға басын бұрды. Қараман, шырақты үрлеп өшір де сол жерге жата сал. Ертең әңгімелесеміз. Қай жерге келгенін әлі бағамдамаған бұл шырақты өшірді де қамыс үстіне құлады. Бір айдан аса уақыт абақтының топырақ табанында жатып, әбден зәрезап болған оған қалың қамыс мамық көрпедей көрінді. Бар азап пен өлімнен шын азат екенін енді ұққан ол кеудесін кере дем алды. Ертесіне сәске мезгілінде үңгірдегілердің бәрі оянып, есік алдындағы ашық алаңқайда шай ішуге отырды. Төрде жайғасқан қаба сақалдыны да, кеше түнде жүзін анық көре алмағанды да Қараман енді анық таныды. Мынау биік жар қабақты да, үңгірді де, айналадағы ну қамысты да таныды. Дәл осы жерде Есімбек екеуі осыдан 9 жылдай бұрын болған. Сол кезде Сапар қажының қойларын қойлыққа апарып сатып, шаһарға қарай келе жатқандарында, мынау отырған Кенепбай мен Еламанның қарақшылары нақ осы жерде өздерін қолға түсірген. Барлық пұлдарын тартып алып, Есімбек екеуін апанға шибөрілердің талауына тастаған. Онда Құдай қолдап, адам етін жеп үйренген шибөрілердің талауынан терең апаннан аман құтылып шыққаны еді. Содан мыналардың бірін боққа батырып, бірін жүре алмайтындай етіп сабап кеткенді. Енді міне, солармен нақ сол жерде тағы кездесіп отыр. Ол уақытта Қараман 15 жасар бала еді. Сондықтан ба, Кенепбай да, Еламан да өзін танымады. Дегенмен, бағана Кенепбай мұның атының Қараман екенін есіткенде, бұған жалт бұрылып, қабағын түксите ұзақ қараған. Қарағанымен ашып ештеңе сұрамады. Бәрібір
өткір көздерінің тұңғиығында бір сыр тарқамай тұрып алған. Тіпті Еламан сампылдап әңгіме айтып отырғанда да көздерін әлсін-әлсін Қараманға қадап отырды. Еламан түндегі оқиғаны айтып болып, басқа әңгімелерге көшті. Оның әңгімесінен Қараман мынаны ұқты. Бұлар да бұрын бірнеше рет Қызыл өкіметтің абақтысына қамалыпты. Ілкіде патша өкіметіне мойынсұнбаған осы топ қазіргі өкіметті де мойындамайды екен. Кезі келсе, кеңестің адамдарының көзін жойып кетуді қалайды екен. Әсіресе өздеріне тізе батырған шенді адамдарды аңдып жүріп өлтіруді әдетке айналдырып алыпты. Қызыл әскер мен милиса құрамындағы өздерінің тыңшылары арқылы кімнің атылуға кесілгенін біліп алып, әлгі адамды түндегі Қараманға ұқсатып, ажалдан құтқарып, өз қатарларына қосады екен. Бұл тірліктері бір жағы қызылдардың санын азайтып, өз адамдарының қатарын толықтыру болса, екінші жағы өздерінің епшілдіктері мен кекшілдіктерін көрсету екен. Еламанның әңгімесінен Қараманның тағы бір білгені, бұлардың тобы 13-14 кісілермен ғана шектелмейтін сияқты. Өздері отырған осы Шибөрі сайдың ана жақ мына жағындағы үңгір қоныстарда Кенепбайға бағынышты бірнеше топтар барға ұқсайды. Осыларды білгенде Қараман Еламанның өзге әңгімелеріне құлақ салмай, өзімен өзі болып кетті. Құдай-ау, осы маған неге ылғи кілең бас бұзар, қанішер, қарақшы топтар кездесе береді? Алдымнан жібіт үзу, ниеті оң адамдар неге шықпайды? Әлде ондай орта жаратылысыма жат па? Өз ниетім түзу-ақ сияқты. Ешкімге жаулық ойламай, ештеңеге өздігімнен ұрынбаймын-ақ десем де, қарсымнан өңкей дұшпан шыға келетіні несі? Оң тілегіме кілең бұзық пиғылдылар кесе көлденең тұра беретіні қалай? Мамыражай тірлік, қамсыз күндер басыма қашан орнайды? Әлде баяғы жалшының қанын жүктегенім үшін Құдай осындай сергелдең өмірдің қамытын мойныма кигізіп қойды ма? Ей жігіт, деген сөзден селк етті Қараман. Басқа уақыттарда мейлі дос, мейлі дұшпан арасында отырса да, жан жағын аңдап, үнемі сақ отыратын Қараман бұл жолы неліктен ештеңені елемей, қалың ойға батып кеткеніне өзі таң болды. Қараса, Кенепбай өзіне сұқ саусағын қадап отыр екен. Неге басың төмен салбырап кетті? Бәлкім, бізден қорқып отырған шығарсың. Қорқпа, өзіңе бізді дос сана. Сені ажалдан құтқардық. Турасын айтсам, осы үшін бізге өмірлік қарыздарсың. Жоқ, өмірлік демей-ақ қояйын. Біздің жақсылығымызға бір рет өтеу жасауға тиіссің. Ал қолыңнан келмесе, ажалды бізден табасың. Қорқақтарға, жасықтарға қатарымыздан орын жоқ. Істейсің ғой айтқанымды. Алдымен не істейтінімді біліп алайын да, сен оны біліп, ой қазылығына салуға тиісті емессің, деп шап етті Еламан. Қанекең айтты, бітті. Қандай іс болса да орындауға міндеттісің. Біз сені қызылдардан бекерге құтқардық па? Жә, айқайламай-ақ қой оған. Қызылдар мұны бекерден бекерге атайын дейді дейсің бе? Батылдығы мол, қаһарман жігіт тәрізді өзі. Кешке ертіп барып, сал іске. Жақсы Қанеке. Тек адам өлтіруге жұмсамаса болғаны, деп ойлады Қараман. Бай адамдардан ұрлық барымта жасасақ ештеңе емес. Ойпырмай, Кенепбай мен Еламан баяғыдан бір өзгерсеші, түрлері де, сөздері де сол қалпы. Сонау Алай тауларының адам бармайтын қойнауларына жетіп жүрген қызыл сарбаздар шаһар іргесіндегі осы Шибөрі сайға келмей жүргендері қалай? Жоқ әлде Кенепбайлар бұл жерге анда-санда ғана келе ме? Қалай болғанда да бұл бандылар қызылдардың тура иек астында жатқаны қызық жайт екен. Содан соң Кенепбайдың менде бір күдігі бар ма қалай? Ия, әккі сұмның ішінде сөз жоқ, бір сыр бар. Қараман, руың кім сенің?
деп сұрады Кенепбай, мұның ойын растағандай. Қызыл қиядағы қаңлымын. Қызыл қияда шанышқылылар мен құрамалар тұрмай ма? Онда қаңлылар да бар ма еді? Ара кідік бар ғой. Шанышқылыда ешкімге ұстатпайтын құйын секілді Қараман деген қарақшы бар, дейді жұрт. Кедейге болысқыш дейді. Ондайды естіген емессің бе? Жоқ. Әй, бұл жалаңаяқ сорлының ондаймен жұмысы бар дейсің бе? Деді Еламан. Бірақ жұрт сол Қараманды жүдә мақтайды. Менің қолыма түссе ғой, көрсетер едім нағыз қаһармандықтың қандай екенін. Сол Қараман алдыңда отыр. Еламан аузы ашылып Кенепбайға бір, Қараманға бір қарады. Қараман болса, Еламанның артында жатқан мылтыққа қолын соза берді. Қойыңыз Кенеке, жұрт аузындағы Қараман мұндай болмас. Дегенмен түсі суық, көздері зәрдей бұлнай саптың. Ей, сен шынымен қарақшы Қараманбысың? Ойнап айтамын, Еламан. Өмірде онымен аттас адам аз ба? Алайда, сен бүгін түнде Мілиса Қорғанның үйіне кіріп, мұның кім екенін анықташы. Ол атылуға кеткендердің кім екендерінің бәрін біледі. Кенепбай осы сөзімен сыр беріп қойды. Бірақ Қараман оны аңғармағансып, үндемей отыра берді. Есесіне Еламан тағы лепірді. Бәсе, сидиған бойы болмаса, басқа түгі жоқ. Бұл жазғаннан қарақшы қайдан шыға қойсын? Сонда да Кенеке, шарт етпе мінезім ұстап, бұған пышақ сұғып ала жаздадым ғой. Дегенмен, бала ұзын болғанымен қарулы екені байқалып тұр. Қолдарын қараңдаршы, күректей. Содан бандалар әрдеңені айтысып, кешке дейін даурығысып отырды. Кешке Еламан Қараманды және 6 кісіні атқа қондырды. Басқалардың бәрі мылтықпен қаруланған. Қараманға Еламан 200-ді қанжар берді. Жеке ат мінгізді. Ол мұның құралайды көзге атқан мерген екенін қайдан білсін? Мылтық бермеді деп өкпелеме. Бәрібір атуын білмейсің. Жалпы, ол саған керек те емес. Қайда баратынымызды айтпадыңыз. Шаһарға жетейік, айтамын. Қобалжыма, атқаратын ісің онша қиында емес. Жүргіншілер жай аяңмен асықпай жүріп, түннің жарымында шаһарға маңдай тіреді. Ат тізгінін тартқан Еламан жанындағыларға қарады. Шаһар ішіне бөлек-бөлек кіреміз. Кейде түнде көшелерде қарулы сарбаздар жүреді. Бейсенбай, сен Байгелдіні, Мырзанды, Қараманмен бірге ертте, Анархандікіне бар. Жексұрынға көресіні көрсетіңдер. Қалғандарымыз Қорғандікіне барамыз. 2-3 сағаттан кейін осында кездесейік. Бейсенбай жол бойы Қараманмен үзеңгілес жүрген кісі. Жасы 40-тан асқан. Көп сөйлемейді. Томаға тұйық. Ал Байгелді мен Мырзанның ауыздары бір жабылмайтын көк езу екен. Үңгірден шығып, шаһарға жеткенше екеуі жарыса сөйлеумен болды. Осы қылықтарына тыйым салғысы келді ме, Бейсенбай өз тобынан бөліктеніп жүре бергенде Еламан тоқтатты. Байгелді, Мизам, шаһар ішінде дымдарыңды өшіріп жүріңдер. Сөйлеп, ендігі жақтарың талған шығар. Шаһар іші дауыстап сөйлейтін дала емес қой. Ия, шаһарда дауыстап сөйлеп, өзімізге жау шақырмайтын шығармыз, десті олар. Сөйтіңдер. Бейсенбай алға түсіп, қисық-қисық көшелермен үшеуін бастады. Қараман жаңа Еламан айтқан Анарханның кім екенін және өздерінің оған не істемекші болып аттанғандарын білгісі келіп Мизамға сыбырлай сөйледі. Мизам Анарханның қызылдардың тыңшысы екендігін, 2-3 күн бұрын Кенепбайдың 4 адамын оларға ұстап бергендігін, сол үшін оны бүгін бала шағасымен қоса қырып тастамаққа бекінгендерін айтты. Бала шағасының не кінәсі бар? Білмеймін. Кенепбайдың бұйрығы солай. Ол не айтса да орындауға тиіспіз. Өйткені осыдан тура 2 ай бұрын мына Байгелді екеумізді қызылдар түнде атып тастауға шаһар шетіне шығарған кезде Кенепбайдың өзі бас болып бізді құтқарып алған. Кенепбайларды бұрыннан білетін бедіңдер? Жоқ, саған ұқсатып,
Екеумізді өлімнен құтқарған соң, біз оған құдайдай сыйынамыз. Қазір жақсы, еркінбіз. Кенепбай жұмсаған шаруаны тындырып келсек болды. Қарын тоқ, уайым жоқ. Осылай жүргеніміз Кенекеңнің арқасы. Ол бір ғана сені, мені, Байгелдіні емес, бірталай адамдарды кеңестің оғынан құтқарған. Менің бір деңеге басым жетпейді. Кенепбай мен Еламан Абақтыда кімнің ату жазасына кесілгенін һәм сарбаздар атылатындарды қай күні, қай уақытта шаһар шетіне шығаратынын қайдан біледі? Олардың қызылдар сапында қызмет істейтін тыңшылары бар. Тыңшылар болғанда қандай, әжептәуір шенді адамдар. Кеше сені атуға сарбаздарды бастап келген әпісер Азизхан дегенге көптен бері тісін қайрап, көзін құртудың амалын таппай жүреді. Кенекең кеше түнде оның ретін оңай келтірді. «Ей, доғарыңдар сөзді», деді Бейсенбай. «Жай сөйлестік қой. Тегі сөйлемеңдер». Қараман қасындағылардың кісі өлтіруге бара жатқандарын, әрі оған өзі де қатысатындығын білгенде, көңілін өкініш қарыды. Бірдеңе етіп, мыналардан қара үзіп қалып кеткісі келді. Оның амалын таппайтынын сезді. Үшеуін үш ұрып сұлатып тастауды да ойлады. Оны іске асыруға да шара жеткіліксіз. Беліндегі қанжардан басқа қаруы жоқ. Содан қылар басқа айласы болмағандықтан, не болса да бара көремін деп жүре берді. Аттылар бұрынғы Тоңазар медресесінің арғы жанындағы үйлердің біріне тоқтады. Бейсенбай арттағы үшеуге аттан түсуге белгі берді. Үшеуі оның жанына келді. Сатқын неме, қатынының жанында көсіліп ұйықтап жатқан болар. Баса көктеп, үйіне кіріп барыңдар да, үй ішіндегілердің бәрінде тірі қалдырмай бауыздап қайтыңдар. Ал Қараман, сен Анархан мен қатынының басын кесіп, маған әкеп көрсетесің. Ал, барыңдар, мен аттарға қарап тұрамын. Қараман, неге мен өзіме жаулық істемеген кісілерді сойуым керек, деп айтқысы келді. Айта алмады. Байгелді мен Мизам екі қолтығынан ұстап, жүрлеп үйге сүйреді. Анархандікі кішкене ғана үй екен. Сыртқы есігі де оңып тұрған жоқ. Мизам бір тартып ашып жіберді. Ауызғы тамда өлімсіреп шырақ жанып тұр. Үшеуі үйге кіргенде шырақ түбінде жатқан бір кемпір басын көтерді де, күрк-күрк жөтеліп әрең сөйледі. «Қай балдарсыңдар ей? Қалай кірдіңдер үйге?» Кемпірдің қасында екі кішкене бала ұйықтап жатыр. Мизам оларға үңіліп қарады. «Кім екенімізді не қыласың, қақпас? Балаң қайда? Анау тамда қатынымен айқасып жатыр ма? Не қыласыңдар баламды? Қолдарыңдағы не? Таяқ па? Таяқ, таяқ. Атылатын таяқ», деп Мизам шырақты бір қолына, мылтығын бір қолына алып, ішкі тамға кіріп кетті. «Әй, кімсіңдер деймін? Түн жарымында не жұмыстарың бар еді бізде?» деп кемпір тағы сөйледі. Сөйтті де орнынан көтерілді. Байғұста ет жоқ. Денесінің бәрі қаудыраған сүйек екен. «Жат, жат», деді Байгелді мылтығын кезеніп. «Не дейді?» Кейуана Қараманға қарады. Сірә құлағы да жөнді естімейтін болса керек. Осы сәтте Мизам ішкі тамнан бірі әйел, бірі еркек екі адамды айдап шықты. Әйел көйлекшең, еркектің үстінде жеңіл көйлек пен ақ дамбал. Мизам жазғандардың киінуіне де мұрша бермепті. Еркекті Байгелді мылтығымен бір қойып жалп еткізді. Әйелі бақыра беріп еді. Мизам желкесінен ұрып етпетінен түсірді. Кемпір әй деп бірдеңе айтпақ еді. Байгелді кеудесіне бір теуіп үнін өшірді. Тасыр-тұсырға оянған екі бала жылай бастады. Байгелді екеуінің іштерінен табанымен мыжғылап, дауыстарын шығармай тастады. Мизам мылтығын дуалға сүйеді де, жердегі әйел мен еркектің иектерін жоғары көтерді. «Қараман, бауызда екеуін бірдей. Бастарын кесіп ал да, анау балдарының жамылғысына орап алып шық. Байгелді, сен кемпір мен балаларды о дүниеге аттандыра сал».